Қазіргі уақытта кеңінен танымал болып жатқан, көп талқыланып жатқан жігіттің басынан дуалап үйлендіру. Тек қана қыздар арасында емес, ер жігіттерде де өзіне керекті қызды қызығы біткенше дуа жасап қаратқысы келеді. Мен 2018 жылы Алматыға әпкемнің жанына жұмыс істеуге келемін. Екеуміз 3 бөлмелі пәтердің бір бөлмесінде тұрамыз. Бізбен бірге бір жанұя, бір ағай тұрды. Жаңағы жанұяда әйел өте көп сөйлейді, өтірік жағымпаздану жағынан бірінші орын десе болады. Тек өзіне керек кезде. Кейде әпкем менің өзінің орнына шығуын сұрайтын, ақшасын төлейтін. Сол жүргенімізде базардағы соның жанындағы сатушылардан әпкем екеуміздің естігенімізді жеркенішті әңгімелер. Біз екеуміз тұрмыс құрмағанбыз, олардың көбі тұрмыстағылар. Айтатындары балшы дуалайтын адамдар. Мен нандайға бардым, анандайға бардым, ол маған қасқырдың бір жерін кесіп күйеуіңе бер, сенің айтқаныңды істейді. Тамақ бергенде не қалайсың, соны айтып тамақ салып бер дейді екен. Жаңағы біздің үйде тұратын апай да сол күйеуіне тиіп алған көрінеді. Себебі қарасаң күйеуі сымбаттылау, өзі қарадан келген, бойы кішкентай, толықша әйел. Күйеуінің бір жақсы сөйлеп әйеліне деген сезімі көрінбейді. Әрқашан ұра береді, ұрсады, қырылады. Біз басында ондайға сене қоймадық. Кейіннен бір күні күйеуі қатты тұрып тастағанда әйелі жылап өзі айтып берді. Әйелдің айтып отқанда мен оны шын бейнесін көргендей болдым. Ішінде бір шайтан орнығып алғанда жылап тұрып күлгенін, ара-жігін айыра алмайсың. Негізінде құрбысының күйеуі болған екен. Онымен таныстырғанда дуалаған әйелге ұнап қалыпты. Әйел адам бірден тозбайды ғой, ол кезде реңді болса керек, екеуі жақын қарым-қатынаста болып қойған. Содан кейін құрбысының күйеуі қарамай кетіпті. Әйелге қатты жақсы көріп қалыпты. Содан бақсы балгер аралап күйеуінің басынан алдырып тартып алған. Оған дейін құрбысының күйеуі болып жүргенде сабырлы, ұрмайтын еді дейді. Кейіннен дуа қатты әсер етсе керек, өте ашушаң болып кеткен. Әйел өзінің өкінетінін айтты, бірақ жақсы көретін, онсыз өмір сүргісі келмеген. Сондықтан өзінің қара басын ойлап күйеуге тиді. Қазір соның салдарын тартып жатқанын түсінеді. Себебі одан туған қызы бар. Сол қызды көрсетпегенді көрсетіп жатыр. Анау қыз қылығы жоқ, шынын айтқанда шайтан секілді. Бүкіл әңгіме өсекті қалт жібермейді. Қолынан сұғанақтығы сөз айта алмайсың, атаңа істегенің алдыңа келеді деген сөз бекер айтылмаған. Қазіргі тозақ өміріңе қазір өкінсе, онда оны жақсы көрмеген шығар ешқашан. Себебі жақсы көрсең, оған ауыр дүние жасамас еді. Өз-өзіне күліп былай дейді: бьет, значит, любит.